Халқымыз алуан түрлі бұйымдар жасау үшін киізді кең қолданған. Киізді киіз үйдің сыртын жабу үшін, жерге төсеу үшін және де керегеге керу арқылы өз қажеттілігіне орай пайдалана білген. Бүгінгі кейіпкеріміз Самал Сәкен қызы киізден бас киім, кеудеше, аяқ киім жасайды. Ол бала кезінен әжесімен бірге текемет басып, анасынан тоқыма тігін тігуді үйренген. Өзіміздің қазақстандық, отандық жүннен пайдаланып, аяқ киім, бас киім деген заттарды жасап істейміз. Оны тек қана жүннен басып қана қоймай, оның үстінен жаңағы қолмен әртүрлі әшекейлеп, жіптермен әртүрлі тігіп, ою салып, қазіргі заманға сай өрнектер салып, әшекейлеуге тырысып жатырмыз. Кейіпкеріміз киізден жасаған дүниелерін Алматы қолөнер палатасына көрмеге қояды. Яғни халықтың табиғи жүннен жасалған денсаулыққа пайдалы заттарды пайдалануына үлес қосып келеді. Кішкентай балаға арналған байпақта 3 түрлі жүн пайдаланылған. Астында ақ жүннен, жылы жүннен, аяққа жұмсақ болу үшін, ал ортасына барлығының жылуын сақтап тұратындай карточос машинкасынан өткен жүнді пайдаланамыз. Сосын оны осындай қалыпқа салып, баланың аяғына ыңғайлы болу үшін, домалақ болып бетіп тұрмас үшін қалыпқа салып, осылай кептіруге қоямыз. Одан кейін табан салынып, сосын әшекейленуге көшеді. Киізден киім тігу үшін арнайы әппақ жүн таңдалып алынады. Оны мұқият тазалап, жуып, сабаумен түтеді. Содан соң одан жұқа киіз басады. Кейде оның кіршіксіз әппақ болу үшін бор қосып, қайнатып алғаннан кейін ғана киім тігу жұмысы басталады екен. Алдағы жоспарда табиғи матадан кестелеп, жүн пайдаланып, көйлек жасап көргім келеді. Бұрынғы мысалғы киімдер олар өте ыңғайлы және әдемі болып келген. Табиғи маталарды, жүндерді пайдалана отырып, олар адамның денесіне ешқандай зиянсыз болып, өте жұмсақ және пайдалы болып келеді. Қазіргі таңда Самал Сәкен қызы батик өнерін үйрену үстінде. Осылайша матаны ерекше әшекелей отырып, оған табиғи жүнді қосып, ерекше киім үлгілерін жасауды жоспарлап отыр.